Яғни даму дегеніміз бір өте қиын, өте күрделі, өте қатал бір не емес. Даму дегеніміз өзімді күн сайын тастамау дегенді білдіреді. Яғни мен сіздерге қазір дамудың жолдарын айтып беретін боламын. Біріншісі ол өзіне деген шынайы болу. Яғни мысалы кейде шаршағанды мойындау керексің, кейде өзіңнің әлсіз екеніңді көре білуің керексің. Бізде бұл өзіңді өзгелермен салыстыру. Мысалы өзіңді өзгемен салыстыру деген қалай? Мысалы онда бар, неге менде жоқ деген сияқты. Ол әдемі, неге мен әдемі емеспін деген сияқты өзіңді өзгемен салыстыруды біз қоюымыз керекпіз. Бұл да бір бұл адамда болған жағдайда дамудың өсу жолдары болмайды. Енді үшіншісі бізде бұл қадамдардан бастауымыз керекпіз. Бұл үлкен қадам емес, кішкентай қадамдардан бастауымыз керекпіз. Мысалы, сен 9-да тұрсаң, ұйқың вообще қанбаса, мысалы 8-де тұрып үйрен, 7-де тұрып үйрен. Яғни бірте-бірте осы кішкентай қадамдарды бойыңа сіңіруің керек. Бұл асықпауың керексің. Мен де бұрында ойлайтынмын, белгіленген жоспарлардың бәрін бір күнде орындауым керекпін деп ойлайтынмын. Бірақ бұл өте қате нәрсе, өйткені сен бір күнде бәрін орындап істей алмайсың. Бұл асығудың бірден бір белгілі жолы. Яғни біз даму үшін асықпауымыз керекпіз. Яғни біз асықсақ, ол бірден орындала қоймайды. Себебі мен мынаны істеуім керекпін, оған үлгермеймін, мынаған үлгермеймін десең, дамудың жолдарын таба алмаймыз. Ол дисциплина. Бұл дисциплина болса, бізде өсуде болады деген сөз.